Сәлем достар. Бүгін сіздерге 2002 жылы жарық көрген «С меня хватит» фильмін баяндаймын. Слим кафеде даяршы болып жұмыс жасайды. Кафеге кітап пен раушан гүлін алып бір жігіт келді. Оны мәзірден бұрын Слим қызықтырады. Жігіт кешеде осында болған. Ол Слимге жымиып қарап тұр, ал Слим оған қатал жауап қайырады. Құрбысы Джинни жігітке назар аударуын сұрайды. Бейтаныс жігіт Слимге көз салып, қырындай береді, бірақ кенеттен оның артында отырған ер адам оның ниетін әшкерелейді. Ол кеше достарымен даяршы қызбен көңіл қосамын деп бәстескен екен. Слимге оны қорғағаны ұнады. Кездесу тоймен аяқталды. Жігіт жұбайына бақытты өмір уәде етті. Джинни Слимнің бұрынғы жігітімен биледі. Слимнің өгей әкесі Фил конвертпен ақша береді. Бірақ Митч өзі де ауқатты еді. Олар Слимге қатты ұнаған бір үйдің жанынан өтіп бара жатқан еді. Ал Митч сол үйді сатып алу үшін иесіне үлкен сома ұсынды. Бұл үй тіпті сатылымда болмаған. Көп ұзамай Слим қыз бала туды. Оған Грейси деген ат қойды. Митч оны жанындай жақсы көрді. Тағы бірнеше жыл өтті. Қазір отбасы жағажайда демалып жатыр. Бірақ Митч ішінен зеріккен. Ол тіпті қызына қарамайды да. Кешке әйелі душта оны қуантқысы келді, бірақ ер адам бас тартты. Қазір оған ондай нәрселерге уақыты жоқ деді. Ас үйдегі үстел үстінде телефон шырылдап жатты. Слим көрсетілген нөмірге қайта қоңырау шалды. Тұтқаны Дорсела есімді бір қыз көтерді. Ол Слимнің күйеуін сүйіктім деп атады. Сосын көңілдесі кешірім сұрап, тұтқаны қойды. Енді Слимге оның түннің ортасында қайда жұмысқа бармақ болғаны түсінікті болды. Күйеуі Слимге көңілдесі оның өмірінде ештеңе білдірмейтінін айтып, сендіргісі келді. Ал Слим оны бірден кешіріп жіберді. Себебі ол жаңа өмірін, отбасын қатты бағалайды. Алайда көп ұзамай күйеуінің әдетінің қоймайтын білген Слим жанжал шығарды, өзіне құрмет талап етті. Бірақ соның орнына Митч әйелінің бетін шапалақпен ұрып, кейін жұдырықпен басына соқты. Я приношу деньги и устанавливаю правила. Мои правила. Митч барлық жақсы нәрсенің өз бағасы бар деді. Өмір осындай. Енді жұмыс туралы өтірік айтудың қажеті жоқ. Жай ғана мен Дарселаға бара жатырмын деп айтып, 2 сағаттан кейін қайтып келсе жеткілікті екеніне қуанды. Кетіп бара жатып, ол Слимнің көлік кілттері мен жүргізуші куәлігін де ала кетті. Бір сәтке қайта оралып, махаббат, қызық нәрсе, мен әйелімсіз өмір сүре алмаймын деп айтып кетті. Келесі күні Слим Митчтің анасы миссис Хеллермен кездесуі жоспарлаған болатын. Ол қызының көзіндегі көгерген жер мен жарылған жараны көріп, қатты алаңдайды. Слим құрбысына шағымданады, ал ол оған полицияға жүгінуге кеңес береді. Бірақ ол қалай баласының әкесін түрмеге отырғыза алады. Бұл жағдайда Слимге таңдау жасауға тура келеді. Не өмір бойы ұрып соғуға төзу, не қызын алып, қашып кету. Митч қызын мектептен алып кеткен, бірақ ол бұрын соңды олай жасаған емес. Алаңдаған Слим күйеуіне қоңырау шалды. Ты мой круассанчик? Нет, это твоя буханка. Митч қызымен бірге хайуанаттар бағында жүр екен. Ол Слимнің өгей әкесіне, шағымданбағанына қайран қалды. Сондай-ақ ол өзін өте табанды әрі қайсар адам деп есептейді және өмірде бәріне өз күшімен жеткенін айтады. Ал оның жоспарына әйелімен айырылысу мүлде кірмейді. Слим полицияға барып күйеуіне қатысты арыз жазса, оны кепілмен оңай босатып жіберетінін білді. Ал іс сотқа дейін жетпеуі де мүмкін, бәрі прокурордың шешіміне байланысты. Егер отбасылық сот оны балаға қауіпті деп таппаса, күйеуі қызын көруге толық құқылы болады. Слим түн ортасында қашып кетуге бел буды. Заттарын жинап, ұйықтап жатқан қызын қолына алып, ол сыртқа шығуға дайын тұрды. Көшеде оны өгей әкесі, құрбысы және тағы бір жігіт күтіп тұр. Алайда Митч әйеліне тап беріп, оны аяғымен тепкілеп соға бастады. Кенет сырттағы үшеуі шуды естіп, үйге баса көктеп кірді. Слим еденде ес-түссіз жатыр. Ал Митч оларға тапанша бағыттап, қараңғыда танымай қалдым, қарақшылар екен деп ойладым деген сылтаумен атып тастауы мүмкін екендігін айтады. Егер Филс полицияға бармақ болса, Митч оған есірткі салып ұстатып жіберіп, сонан кейін оп-оңай қызға қамқоршылық ала алатынын айтады. Бірақ Филс Грейсті қолына алып, әкеңе қара деді. Сол сәтте Митч тапаншасын жасырды. Осылайша Филс немересін алып қашады. Әйел қызы екеуі қонақ үйге тоқталмақ болды. Бірақ барлық банк карталары есеп-шоты бұғатталған болып шықты. Олар арзан қонақ үйге тоқтады. Нөмірдің ақысын Джинни төлеп берді. Митч олардың қайда жасырынғанын тез анықтап алды. Ол Слимнің құрбысына айтқан сөздерін естігенін білдірді. Сөйтсе, ол әлдеқашан есік сыртында тұрып, бәрін тыңдап тұрған екен. Ол есікті бұзып кірмек болды. Бірақ Слим екінші есіктен қашып, автобусқа мініп, аман қалды. Филс өгей қызына Сиэтлге жолақы төлеп берді. Онда Слимнің бұрынғы жігіті Джо өз үйіне паналатты.
Әйел күйеуі бұл жерден іздемейді деп үміттенді. Көп ұзамай оның есігін ФБР қағып, бала ұрлау ісі бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады. Джо есікті ашып, агенттерді кіргізді. Олар бірден пәтерді астын үстіне келтірді. Джо олардың ФБР-де емес екенін іштей сезді. Олар Джоның мойнына пышақ тақап, жаралағысы келді, бірақ ашуын диваннан алды. Олар кетіп қалған соң, Митч бірден телефон шалып, оларды жасыратын болса, оған ауыр жаза қолданатынын айтып қорқытты. Досының өміріне қауіп төндіргісі келмеген Слим Грейсимен бірге Сан-Францискоға ұшып, туған әкесі Юпитерге барады. Ол 2 жасында тастап кеткен. Слимге одан керек болғаны аздаған ақша ғана, бірақ бай әкесі Слимнің шынымен қызы екеніне сенбеді. Оған жай ғана $12 лақтырып, бургер ал да кете ғой деді. Слим әкесіне марқұм анасының неке жүзігін қалдырып, үнсіз кетіп қалды. Көшедегі баспалдаққа отырып, шарасыз күйде жылады. Келесі аялдама солтүстік Мичиган штатындағы бір коммуна болды. Сол жерде ол жуырда қайтыс болған Эрин Шриттер есімді әйелдің жеке басын иемденіп, жаңа өмір бастауды ұйғарды. Юпитерге 3 жалдамалылар келеді. Юпитер қызына қаржылай көмек жібереді. Слим жалға үй алады. Ол қызына оны Слим деп атама деп өтінді. Қызы да ойланып, онда мен де өзіме жаңа есім ойлап табам деді. Как тебя звать? Королева Елизавета. Аптасына бір рет Слим қала сыртына шығып, таксофон арқылы Митчтің анасымен байланса, миссис Хеллер Слимнен Грейсиге әкесімен тым болмағанда телефон арқылы сөйлесуге рұқсат етуін өтінеді. Бұл тілекті кішкентай қыздың өзі де айтады. Ақыры Слим келіседі. Сөйлесу кезінде Митч олардың қайда екенін білуге тырысады. Бірақ Слим күдіктеніп, тұтқаны қоятынын айтып, әңгімені үзе бастайды. Алайда телефон арқылы болған бұл әңгіме полиция тарапынан тыңдалып жатқан еді. Арнайы бағдарлама олардың орналасқан жерін анықтап берді. Сөйтсе, баяғы раушан гүлін алып кафеға келген жігіт полицей әрі Митчтің көптен бергі досы Робби екен. Олар бұрын бірге жүріп, қыздарды азғыратын болған. Робби таңырқап, солардың ішінен сен дәл даяршы қызға үйлендің бе дейді. Бірақ Митч енді оған қысым жасап, Слимді табу үшін Мичиганға баруын талап етеді. Слимнің соңынан аңдыған Робби бір сәтте оның Джомен кездескенін байқайды. Джо оны көруге келген екен. Слим Джоға кетуін өтініп, оны сүйіп қоштасады. Анасы мен қызы тағы да екеуі қалады. Таңертең Слим душ пердесінің артында біреу тығылып тұрғанын байқайды, бірақ іште ешкім жоқ болып шығады. Митч тығылып жүрген жоқ, ол есіктен тікелей кіріп келіп, маған қайтып кел деп айқайлайды да, әйелін ұрып қорқыта бастайды. Грейси анасын қорғауға тырысады, бірақ әкесі оны қатты итеріп жібереді. Сол сәтте Слим білезігінің ішіндегі бұрышты спрейді пайдаланып үлгеріп, дайындаған құрылғымен есікті тез жабады. Бір бұрылысқа жеткенде, ол көлікті тоқтатып, киімін ауыстырмақ болады. Бірақ сол сәтте Робби шабуыл жасайды. Ол Слим мен Грейсті көлікпен қуып, машиналарын соға бастайды. Бір сәтте Слим күрт бұрылып, болат арқалықтың астымен өте шығады, ал Робби көлігімен өте алмай қалады. Слимнің мұндай жағдайға дайындап қойған тағы бір көлігі, ақшасы мен заттары бар еді. Ол парик киіп түрін өзгертіп алды. Грейси ауыр күйзелісте, сөйлемей отыр. Енді оған бір нәрсені түсіну қажет. Эрин Шриттер енді жоқ, ал ол бұрынғыдай Елизавета ханшайым емес. Олар бір кафеде тамақтану үшін аялдайды. Сол кезде біреу оған күлімдеп: Как тебя звать? Я не знаю. Көп ұзамай Слим бір адвокаттың кеңсесіне баса көктеп кіріп, жанұшыра өз оқиғасын айтып берді. Бірақ адвокат оған салқын қанды қарап, бұл жағдайға өзі кінәлі екенін, оның полицияға 2 рет жүгіне алатын мүмкіндігін пайдаланбағанын айтты. Оның айтуынша, сотта күйеуі Слимді жүйкесі бұзылған, тұрақсыз адам ретінде көрсете алады, ал Слимнің әрекеттері дәл сондай әсер қалдырады. Сондықтан қызын Митчтің өзіне қалдыруы әбден мүмкін. Сол себепті адвокат бұл істі мойнына алудан бас тартып, сот отырысының өзі тұзақ болуы мүмкін екенін айтты. Бұл оның өміріне тікелей қауіп төндіруі мүмкін, сол себепті Слим әрекет етуі қажет екенін түсінді. Ол Джиннимен кездесті де, оған ақша беріп, қызын алып бір жерге демалуға кетуін өтінді. Слим қанша уақыт кететінін нақты білмейді, бірақ 1 айдан аспайды дейді. 1 айдан кейін опекундыққа қатысты тыңдау өтеді. Осыдан соң Слим әйелдерге арналған өзін-өзі қорғау курсына жазылды. Жаттықтырушысы ірі денелі, күйеуі Митч сияқты. Олар нақты өмірде болуы мүмкін жағдайларды рөлге бөліп ойнап, қарсыласқа төтеп беру әдістерін, физикалық дайындықтан бөлек, Слимнің психологиялық төзімділігін, ішкі қорқынышты жеңіп, зорлықшыл күйеуіне қарсы тұру рухын қалыптастыруға көп көңіл бөледі. Кейін Слим туған әкесінен көмек сұрады. Юпитер Митчтің олардың бұрынғы үйін сатып жібергенін анықтады және жаңа мекен жайын қызына берді. Слим әкесінен өзіне ұқсайтын бір әйелді жалдауын өтінді.
Ол әйел Слимнің орнына қонақ үйде тұрады. Осылайша Слимге алиби қамтамасыз етеді. Слим содан кейін Митчтің анасымен әңгімелеседі. Ол енді бәрін түсіндім. Ешқайда кетпедім. Сан-Францискодамын деп сендіруге тырысты. Сол түннің өзінде Слим күйеуінің жаңа үйінің есігін бұзып кірді. Митч сары шашты бір әйелдің жанында ұйықтап жатыр еді. Таңертең бейтаныс әйел телефон нөмірін жазып қалдырып кетті. Митч тағы бір көңілдесі Люсиге қоңырау шалып, оны енді ешкім таппайтын шығар деп әйелі туралы айтты. Митч кафе қайнатқышты сөндіруді ұмытып үйден шықты. Оны Слим сөндіріп қойды. Митч үйге қайта кіріп, техниканың өшіп тұрғанын көріп, таңырқап қалады. Ал бұл уақытта Слим іске кірісіп кеткен еді. Ол сөмкесін ашып, дайындықты бастады. Үйдегі барлық пышақтарды жасырып, тапаншаны тауып алды. Бұған қоса, алдын ала өзі жазып қойған бірнеше хатты орналастырды. Күйеуімен татуласу үшін кездесуге келіскендей әсер қалуы керек. Металл іздегіштің көмегімен екінші жасырынған қаруды да тапты. Ол шабуыл жоспарын бөлмедегі жиһаздың орналасуына қарап құрып жатыр. Сол сәтте құрбысы телефон арқылы, сен өзіңді және балаңды қорғауға құқығың бар дейді. Аяғына берік етік киіп, саусақтарына ауыр металл жүзіктер тағады. Үстінен боксқа арналған байламдарды орап, терісіне молынан крем жағады. Бұл жарақатты жеңілдетіп, қозғалысты жылдамдатады. Ол шайқасқа дайын. Кешке Митч жұмыстан үйге оралады. Сәлем деген дауысты естиді. Бұл мен. Деп айқайлайды әйел басқа бөлмеден. Пистолетті Слим әлдеқашан тауып алған. Телефон істемейді. Митч 911 тереді, бірақ байланыс жоқ. Қорқып тұрсың ба? Қазір көреміз дейді оған Слим. Ол Митчтің Сан-Францискоға билет алып, өзіне қастандық жасағысы келетінін біледі. Ендеше, өзің қалағандай міне мен деді Слим. Ты хочешь драться? Как мужчина. Как женщина, Митч. Митч жымиып тұрғанда бірнеше рет бетінен соққы алды. Ол да Слимді ұра бастағанда жалтарып, бірінші қабатқа сырғып түсті. Слим тағы бірнеше соққы жасады. Митч бірте-бірте ашуға булығып, өзін ұстай алмай бара жатты. Ол әйелінің бәрін алдын ала жоспарлап, өзін өлтіргісі келетінін сезе бастайды. Бірақ Слим сабырмен. Бұл өзін өзі қорғау дейді. Оның сөзіне қарағанда, Митчтің үстеліндегі шақырту парақтары кездесуді өзі ұйымдастырғанын дәлелдей алады. Бір ғана менің соққым, және бәрі бітеді деп айқайлайды Митч, алайда тағы да мүлт кетті. Бұл жолы жиһазға соғылып, есеңгіреп қалды. Слим аяғымен соққы беріп, кері шегіне бастады. Қолына ілінген заттарды лақтырып, оны тоқтатуға тырысты. Митч әйеліне тап беріп, қабырғаға қысып тұншықтыра бастады. Бірақ Слим жаттығуда үйренген әдісті қолданып, бұғаудан сытылып шықты. Ол күйеуін сабап, жеңіске жеткен сәтте, ауыр тас плитаны алып, оны бір жола тоқтатуға оқталды. Бірақ қолы дірілдеп, жүрегі дауаламады. Джинниге қоңырау шалып, бұлай істей алмаймын деді. Сол сәтте Митч лампамен оның арқа тұсынан соқты. Слим құлап түсті. Ол өзін ес-түссіз күйде жатқандай көрсетті. Кенеттен аяғымен қарсыласын шалып, бірнеше соққы жасады. Митч тепе-теңдігін жоғалтып, екінші қабаттан құлап, сол жерде жан тапсырды. Слим айғақтар салынған сөмкесін өзенге лақтырып жіберді. Джинни шақырған полиция келіп жетті. Офицерлер жағдайды қарап, Слимнің әрекетін толық өзін-өзі қорғау деп бағалады. Көп ұзамай Слим әуежайда қызымен қайта қауышты. Екеуінің алдында енді еркін және қауіпсіз өмір күтуде. Бұл фильмдегі Слимнің оқиғасы біздің қоғамда орын алуда. Махаббат, сезім болған жерде қысым мен соққы болмауы керек. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Сіздер фильмнен қандай ой түйдіңіздер, пікірге қалдыра кетіңіз. Келесі кездескенше аман болайық. Бір-бірімізді бағалайық.